Майнкрафт. Бұл тарихтағы ең көп сатылған ойындардың бірі. Көпшілігіміздің балалық шағымыздың бір бөлігі. Тіпті әлі күнге дейін атақты әрі ауқымды ойындардың бірі. Кезінде әрине осындай үлкен аудиториясы бар ойынның фильмі неге жоқ деген сұрақ бәрінде туындаған шығар. Және де ол күнге де жеттік. Бәріне сәлем етіп, сіздермен Бейнетамин. Бүгінгі видеода аты шулы Майнкрафт ойынының кино адаптациясы жайлы айтатын боламын. Бұл арнадағы алғашқы мульт шоу айтпақшы. Шыны керек, Майнкрафттың киносы шығады дегенде бастапқыда мүлдем сенбедім. Баяғыда ютубтан неше түрлі өтірік трейлерге тойып алған соң бұған сену қиын болды. Бірақ ресми парақшалардан бұл киноның концепттері мен сюжетін көргенде шынымен таң қалдым. Осылай көп уақыт өте келе алғашқы тизерді көріп қалдым. Шыны керек, бұл трейлер мені түк қызықтыра алмады. Тек менде ғана осындай реакция болып десеңіздер қателесесіздер. Пікірде бәрі айқай шу жасап, бұл кино сәтсіз шығатынын айтып, кейіпкерлердің дизайнын ұнатпады. Бірақ шынымен алғашқы тизер трейлерде 3D визуал өте біртүрлі көрінді. Оның үстіне актерларға келсек, басты рөлге әлемдегі ең атақты ойынның фильмі үшін деп Стивтің рөліне Джек Блэкті алды. Шыны керек, бұл мен үшін өте біртүрлі шешім болды. Мынау тіпті Стивке мүлдем ұқсамайды ғой. Қарапайым 40 жасқа келіп қалған кісі Стивке косплей жасағандай болып тұр. Базар жоқ, Джек Блэк өте керемет актер, және де ол ойын бойынша киноларға бірінші рет түсіп тұрған жоқ. Бірақ Стив үшін бұл актер мүлдем келмейтін сияқты. Жақсы, бұл жерге қатты аса көңіл бөлмей-ақ қояйық. Уақыт өте келе ресми толыққанды трейлер ютубқа шығады. Мұнда өткендегідей емес, трейлерде жақсырақ әрі қызық сәттерін көрсетті. Кейбір сәттерін жасанды интеллект жасағандай көрінеді, бірақ та бұлай американдық қарапайым отбасылық фильмнің сюжетіне ұқсайды. Және 3 сәуір болып фильм ресми түрде кинотеатрларға шықты. Содан мен күткендей көрермендердің көбісіне бұл кино мүлдем ұнаған жоқ. Бірнеше сайттарда рейтинг өте төмен және рецензияларда өте көп қателіктерді жазып кеткен. Негізі бұған тіпті таңғалған да жоқпын, себебі көпшілік франшизалар желісімен кино адаптация шыққанда көпшілік фильмдер өте төмен рейтингке немесе критикаға ие болады. Алғашқы Сониктің фильмін немесе FNAF-тың фильмін мысал ретінде айтсақ болады. Көпшілігіне ұнамаған нәрселердің бірі Майнкрафттың өте ерекше әлемін кинода дұрыс жеткізе алмауы. Әсіресе кейбір тұста визуалдың кейіпкерлерімен сәйкес келмеуі және сәтсіз юмор. Кинода кейіпкерлер әзілдегісі келген сәттер өте көп. Бірақ бір жағынан барша аудиторияға арнап жазылған әзілдері тым нашар болды дейді критиктер. Оның үстіне кейіпкерлерді ашу өте сәтсіз болды. Берілген хронометражға көп кейіпкерлер толық ашылмай жай декоративті рөл атқарғандай болды. Бұл фильм негізі өте көп ақша табуға және шедевр фильм қатарына енуге үлкен мүмкіншілігі болды. Бірақ швециялық студия бәрін құртты. Қанша жаман критика мен жаман бағалар келгенімен, кино бірнеше күнде жақсы ақша келіп, FNAF фильмінің рекордын жаңартты. Бірақ мұндай сәтсіз адаптациядан гөрі Mojang Studio голливудтық кино индустриясынан алыс болғаны жөн еді. Шыны керек, мен кинода шынайы 3D графикадан гөрі қарапайым пиксельді текстурамен болғанын жөн көрер едім. Себебі Майнкрафт басқа әлемдерден сонысымен ерекшеленетін. Сонымен тағы бір видео өз соңына жетті. Сол әдеттегідей лайк басып, қызық пікір қалдырып кетейік. Сіздермен болған мен Бейнетамин. Келесі көріскенше.